Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай сүзбеден жасалатын өте дәмді шығатын творожные шарики, яғни творожные пончики жасайтын боламыз. Алдын ала өлшенген сүзбемізге шым-шым тұз саламыз, қант саламыз, ванильді қантты саламыз және де жұмыртқамызды салатын боламыз. Достар, менің арнама тіркеліп, колокольчик батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Оның үстіне жармалы ұнтағымызды саламыз, яғни манная крупамызды саламыз. Және де ұн қопсытқышты ұнға араластырып, електен өткізіп, біздің жұмыртқалы сүзбелі массамызға салатын боламыз. Қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз бізде осындай қоймалжың болып шығады. Осындай болуға тиісті. Қамырымыз қолға жабысқақ болғасын, азғантай қолымызға сұйық майдан тамыза отырып, сүзбелі массамызды домалақ формаға келтіретін боламыз. Жан жағын ұнмен аунатып, барлығын солай дайындап аламыз. Сұйық майды табаға құйып, біздің пончиктарымызды осылай қызартып, жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Орташа отта пісіріңіздер, асты қатты болса, ортасы шикі болып кетуі мүмкін. Мінекей достар, біздің пончиктарымыз дайын. Енді осылайда ысылай жей берсеңіз де болады, немесе үстіне сгущенка жағып, немесе бал жағып, үстіне қант ұнтағын сеуіп, әртүрлі жеміс жидектермен әрлеп жесеңіздер де болады. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Балдармен таласып жейтіндей боласыздар, өйткені өте дәмді болады, әрі жұмсақ болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Мен сүйікті оқырмандарым, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдауларыңызды күтемін. Ас болсын.